Тәуелсіздік бабалар аңсауы. Ұрпақтың қол жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Еліміз тәуелсіздіктің бесігіне тербегелі 29 жыл. 29 жыл ішінде Қазақстан етек жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. 1991 жылы 16 желтоқсанда егемендігін алған еліміздің өз президенті, ұлты мен ұлысы, салты мен дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы болды. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы мен ерліктерінің арқасында шаңырағы биік, керегесі кең мемлекет болып қалыптастық. 1991 жылы ел тәуелсіздігін алған кезде халық болып қана қуанған жоқпыз. Қазақ елінің өз алдына республика болуына және де басқа мемлекеттердің мойындағанына қуандық. Бұл тәуелсіздікті бір ел ғана емес, бүкіл ел болып қолдайды деген сөз. Ал іргесі қаланған жаңа республиканың әрі қарай өмір сүру үшін ерен еңбек керек. Ол оның ішкі және сыртқы әлемі, экономикасы, ақшасы деген секілді көптеген құндылықтарға келіп тіреледі. Аталған құндылықтарды 29 жыл ішінде үлкен мақсатқа айналдырған еліміз астанасы да бекітті. Тіпті бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы арман қалаға айналды. Апортына бүкіл ел сүйенген, Алматының өзін мәдениет пен әдебиеттің қаласына айналдырды. Өзінің ішкі туризмі, теңгесі, ұзын сонар қара жолдары тарамдалып жатты. Қазақта отансыз адам ормансыз бұлбұл деген сөз бар. Орманы жоқ құстың ұясы да, қонар бұтағы да жоқ. Тәуелсіздік ащы терімен келген тәтті жеңіс, төгілген қаннан, өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. Біз бір ұлтпыз, бір қанымыз бір мәселемен жүруіміз керек. Сыртта жүрсек те, іште жүрсек те біз жақтауымыз керек.